Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге шоколадты рулеттің рецептісін ұсынатын боламын. Өте дәмді, керемет болып шығатын. Ол үшін ең алдымен кофемізді және суымызды, какаоымызды араластырып, бір шетке алып қоямыз. Енді тесті дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқамыздың сарыуызын және сүтімізді, майымызды жақсылап миксерлейміз. Миксерлеп алғанымыздан кейін толықтай ұнымызды саламыз. Ұнымызды салып, жақсылап араластырамыз лопатканың көмегімен, жақсылап сұйық қамыр шығады. Бұны шетке алып қоямыз. Енді ақуызымызды құрғақ ыдысымызға құйып, жақсылап миксерлейміз. Қантымызды салып, аз-аздан салып отырып араластырамыз. Қант пен ақуызымызды араластырған меренга, бұл французский меренга деп аталады. Міне дайын болды. Енді біз ақ меренгамыздан 1/3 бөлігін тестамызға саламыз. Жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз тестамызды. Жақсылап араластырып болғанымыздан кейін тестаны ақ меренганың үстіне толықтай құйып шығамыз. Тестаны басып алмай, лопатканың көмегімен астынан үстіне қарай араластырып шығамыз. Міне дайын болды тестамыз. Енді какаоымыз бен кофеміз араластырған массаға 160 грамм теста құйып, шоколадты теста дайындап аламыз. Міне дайын болды. Бұны кондитерский мешокқа салып дайындап аламыз. Енді формамызды дайындаймыз. Мен фольгамен орап шықтым. Жақсылап мендегі форма 28-де 20 см болды. Егерде сізде 40-та 25 см форма болса, онда бір рулет жасауға болады. Мен 2 рулет жасадым. Өйткені менде форма кішкентай. 2-ге бөліп алдым. Шоколадты тестамызды бетіне құйып, қолыммен жақсылап араластырып шықтым. Осылай араластырып 180 градуста 15 минутта пісіп шығады. Міне дайын болды, пісіп шықты. Бұны формадан шешіп, пергаменттің үстіне осылай аударып аламыз. Шетін осылай үшбұрышты етіп кесіп алып тастаймыз. Әдемі болып шығу үшін бір шетін ғана кесіп аламыз. Енді креммен дайындаймыз. Ол үшін біз ең алдымен осылай шоколадты майдалап турап аламыз. Мен Қазақстан шоколадын пайдаландым. Осы жақсылап майдалап турап алғанымыздан кейін крем жасаймыз. Салқын сливкиге, салқын творожный сырымызды салып, қант ұнтағымызды салып, крем жасаймыз. Жақсылап араластырамыз. Міне крем дайын болды. Енді біз шоколадты осы кремнің үстіне салып, жақсылап араластырамыз. Енді рулетімізді жинаймыз. Мен 2-ге бөлдім, өйткені менде 2 рулет шықты. Осылай тегісті етіп, бір келке етіп жағып алып, рулетімізді ораймыз. Рулетті орап болғанымыздан кейін 30 минутқа холодильникке салып аламыз. 30 минуттан кейін рулетті өз қалауыңызша әрлей бересіздер. Мен шоколадпен және жеміс жидектермен әрлеп шықтым. Өте керемет болып шығады, өте дәмді, ерекше рулет.